Депутаттық сауал Қазақстан Республикасының премьер-министрі Бектеновке және бас прокурор Асыловқа. Құрметті Олжас Абайұлы, құрметті Берік Ноғайұлы. Бүгінгі жолданатын сауал шегіне жеткен шыдамның тапталудан төзімі таусылған намыстың ащы дауысы деп түсініңіздер. Қазақстан мемлекеті тәуелсіздік алғалы есігінен доста, дұшпан да еркін кіре бастады. Ол жасырын емес. Доспен табысып бауырымыз бүтінделді деп қуанғанымызбен арам пиғылдарын іске асыруға келген дұшпандар жанымызды ауыртып, жүрегіміз жылуға сәл қалып тұр. Солардың бірегейі қазақ жастарын азғындатып, болашағымыздың тамырына балта шапқысы келетін әлемдік деңгейдегі жауыз ұйым ЛГБТ мен феминита қауымдастығы. Аз ғана уақытта жастарымызды азғындыққа жетектеген жексұрын ұйымдар бүгінде сіздердің әрекетсіздіктерден әбден басқа шауып төс көріледі. Өйткені аталған ұйым өңірлерді аралап, кәмелетке толмаған ұл-қыздарымызға өз насихаттарын ашық жүргізгенде, Алматының көшелерінде өрімдей жастар жинап алып митинг өткізгенде де, ашық сұхбаттарда басқасын былай қойып мемлекет басшысына тіл тигізгенде, тіпті 2 аптада 50 мыңнан астам қол жинаған Бағила Балтабаеваның бастамасымен жазылған петицияға да дабыл қағып әрқайсысына 11 мәжіліс депутаты қол қойып, сауал жолдағанда да құқық қорғау органдары саусақ қозғалтқан жоқ. Осыдан кейін еш жазаға тартылмасына көз жеткен азғындар күні кеше Алматыда құрылтай өткізетінін ашық хабарлады. Әлмисақтан ел мен жердің, ұлыс пен ұлттың тағдыры талқыланатын құрылтай деген қастерлі ұғымды осынша төмендеткенде біз неге қарап қалуымыз керек? Мемлекет басшысының өзі үйлестірген еліміздің ұлттық құрылтайының маңызы мен мағынасына нұқсан келтіретін бұл феминита азғындарына неге тоқтау жоқ? Олардың артында кім тұр? Оларға қаржы бөлетін кімдер? Және олардың көздеген түп мақсаты не? Сонда қалай? Мемлекеттегі жемқорлық пен кедейшілікті, халық пен ұлттың жағдайын айтып шырылдағандардың мәселесін майшаммен қарайтын құқық қорғау органдары ЛГБТ ұйымына келгенде тәртіпті қауқарсыз бола қала ма? Әділетті Қазақстанның әділдігі осындай ма? Малғұннан асқан мыстан жоқ, азғыннан асқан дұшпан жоқ екенін естеріңізге тағы салайын ендеше. Құрметті Берік Ноғайұлы, жоғарыда аталғандарды ескере отырып, сізден Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 18 ақпандағы экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы нөмір 31 заңның 1 бабына сәйкес феминита қауымдастығына Қазақстан Республикасының аумағында шектеу қоюды және ЛГБТ-ны насихаттауға толықтай тыйым салуларыңызды талап етеміз. Құрметпен Аманат партиясы депутаты Заитов, бірақ құрметті әріптестер, біз 2 сауалға да 11 депутаттан асыра алмадық қол қоюды, дәл осы жолға барлығыңыз қол қояды деген үміттемін.